Набиолдаға енді мына өздеріңіз сияқты ақсақалдар, үлкен адамдар, ересек адамдар жалпы ұлтымыздың дәстүрін толықтай болмаса да бір адамдай білеміз, иә, мысалы. Жалпы жастарға осы дәстүрімізді үйретуіміз керек. Келісесіз ғой? Қазіргі жастар біздің ұлттық дәстүрлерімізді, салттымызды бұрыннан келе жатқан аз біледі. Міне осы тұрғыда айтайын дегеніміз, жастарға бата беру, жастардың бата сұрауы қазіргі кезде қалай? Үйретуге тұрарлық нәрсе ма? Бұның ең бір қиын жері, біздің барлық тәрбиенің бәрі әке негізінде емес, ана негізінде қалыптасады. Біздің қазақ дәстүрлерінде, мұсылман дәстүрінде әйел адам бата бермейді деген уағыз ұстаймыз да, анасы бата білмегеннен кейін жас балаға бата үйретпейді. Негізінде баланы жастан дейтін болатын болсақ, жас кезден бастап балаларға оқушы кездерінде бата беру, әрбір дастарханда отыра қалғанда қол жайып бата айту, әрбір дастарханда балаларға тілек айтқызып сөйлету. Бұл балалардың жаңағы қазақ тіліне деген құмарлығын, сөз шешендігін, сөз саптауларын, ой өрісін, соның бәрін қалыптасатын жағдай. Сондықтан балалар бата білгені өте дұрыс деп есептеймін мен, ол балаларды ерте. Жалпы мына жастарға соңғы кезде біздің жастар мындай дей бермей, жастарға сенім керек. Бұларға арыстандай айбатты, қыранқұстай қайратты, мен жастарға сенемін деп мағжан айтқандай, жастарға сеніммен қарасақ, жастардан қазір олар көрмесіз бе. Екінші бір жағынан біз кейде бата беретін жасқа келгенде батакеш болғымыз келеді. Ол біздің жаңағы еске сақтау қабілетіміз елуден кейін арқаға шегінетінін есептемейміз біз. Енді 60-қа 70-ке келгенде ал бізді шал болдық, енді бата берейік десек түк білмейміз. Себебі біз ертеңінде батаға құмарланғанымыз жоқ, жаттағанымыз жоқ. Оның бата беру дәстүріне қалыптасқан жоқ. Жалпы батадан көбі қашып жатады, бірақ қазақтың барлығы 4 жолдан өлең құрастырылмаса да 2 жолдан бақ берсін, астыңа ат берсін, тақ берсін, жансын, болсын деген сөздерді қолдасын, басында болмасын деген сөзді 2 жолдан айтып отырған жағдайларда бұл сөз секілді болғанмен ойға алған үлкен тілек ақырын тәжірибе жинақталады, содан кейін сол бата сонымен құралады. Сондықтан оның түкті бір аса бір соғырды бір қиын ештеңесі жоқ. Оған үлкен білімнің де, үлкен бір дәреженің де қажеттілігі жоқ. Сондықтан да бата дегеніміз тілек, өзің жақсылыққа, былайша айтқанда жастарға айтқанда программировать ету, иә? Өзіңді бағыттау жақсылыққа. Қазіргі тілмен айтқанда дәл солай десек те болады. Ал құрметті оқырмандар, менің тағы бір айта кетейін дегенім, Набиолда ағамыз өзінің ішінен шыққан баталарды, басқа да арқалы баталы ақсақалдардың дана сөздерін өзінің шығарған Ақ тілек, Ақ бата кітабында, сонымен қатар шыққанына көп болған жоқ, Ой түрткі кітабында көптеген баталарды осы кітаптардың ішіне енгізді. Құрметті оқырмандар, жастар, оқушылар, осы кітаптарды біздің Оралхан Бөкей кітапханасына келіп, оқып, өздерінің осындай баталарды үйреніп, өмірде қолдануға болады деген ойдамыз. Сонымен сіздің осы айтқан әңгімелеріңізге үлкен рахмет, жақсылықта жолыққанша. Рахмет, өздеріңізде мынау құрмет білдіріп, батаның қадірін біліп, жастарға осындай насихат өткізіп жатқан сіздерге мыңдау рахмет. Осындай кітап оқу мүмкін шындығын айтқанда осы батаға құмартудың бастап кітап оқудың да құмаршылық содан артуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Себебі адамның жолын ашатын бата ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіздерге көп рахмет. Жақсылықта болсын сіздерге де сол құрметті оқырмандар. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар, үйреніңіздер.